Мен де сіздер секілді Алланың пендесімін. Әйел адаммын, нәзікпін. Соныма қарамастан алды 13 жарымда, одан кейінгісі 10-да мүгедек жүрмейді, арқалайым. Одан кейінгісі 2-ден кеткен, одан кейін 40-нан енді шықты балаларым. Дәл осындай декабрь айында үсіген боранда, осындай борап жатқан кезде мен ауылдық жерден осы қалаға көшіп келдім. Көшіп келуімнің себебі ерекше қызымды 3 айға осы Ақтөбе облысының 45 шақырым жердегі районына қызымды 3 айға оңалту орталығына салды. Енді мен ерекше жағдайда болғаннан кейін, өзім жолдасым қайтыс болып жатқаннан кейін, одан ерекше бала бар, үлкен жағдайда жүргеннен кейін осындай балаңыздың емделуіне деп. Сонан медсестралар қарап қояды дегеннен кейін, менен емізулі балам бар. Сол баламды апарып жатқызғаннан кейін тұра алмадым ауылдық жерде. Қызым мында Егорта 250 километрдей болады. Содан не ойланып баламмен, үлкен балам 13 жарымда ақылдаса келе, осы Ақтөбеге көшіп келуді шешім қабылдадым. Балаларымды алып үйімді жаптым да осы Ақтөбеге көшіп келдім. Бір Аллаға тәуекел ет. Тәуекел деген сол болар. Сол келіп Ақтөбеден ары қарай тағы да 45 километр жерде қызым жатыр ғой, оған барам. Сөйтіп жүрген кезімде үнемі отырып алып, остановкада отырайын, столовыйда шай ішіп отырайын, немесе бір жерлерде күтіп отырайын, приемныйда, тілей берем. Тағала сен құдірет иесісің, сен рахмансың, менде бәрі жақсы, балаларым жақсы болады. Біз үлкен шаңырақтың астында керемет балаларыммен бірге жылы жерде өмір сүреміз. Менің жолым болғыш, мен қандай қиындық көрсем де мойымаймын, жетістік әлемін қалайда да бағындырамын. Қызым ертең жүреді, ол түрлі грамоталар алады, және де сондай адамзат баласына пайдалы болады, білімді болады, жетістік әлем бағындыра алатын бала болады, сөйлейді, жүреді, және де өзінің арманына еркін әрі жеңіл жетеді деп үнемі әйтеуір қандай дұғалар келеді, тілектер, сол тілекті айта бердім. Расымен де 11 жасында қызыма ота жасалды, кейін аяғын басты, оқуын оқыды, колледжге түсті, одан да қосымша курстарын оқыды. Сөйтіп қызым жұмысқа тұрды, өзінің табысын өзі тауып жеп, сондай керемет бағытта қызмет қылды. Әрбір тілеген, шынайы тілеген қызметкер негізінде Алланың қалауымен қабыл